Ассалаумағалейкум, қайырлы күн баршаңызға. Жаңа аптамыз келіп жатыр екен, барлығымызға сәтті өтсін. Және де осы челленджіміздің екінші видеосына байланысты осы аптада жаңа аптамыз басталып жатыр. Соған байланысты өткен аптада нелер болды, қандай шешімдер шығардық, сол жайында қысқаша видео түсіріп кетпекшіміз. Бүгін марттың 23-і. Өткен аптада мынандай JPY-дан сделка ашқан болатынбыз. Өткен аптаның жұма күні именно ашқанбыз. Сол жұма күнгі сделкамыз бізде әлі ұсталып тұр. Негізі ол видеода да айтылған, бұл сделканы ары қарай жаңағы апта соңына қалдырамыз ба жоқ па нақты белгісіз дегенбіз. Егер мына аралықтарда мына ашқан маңайымызда жүріп алатын болса, осы жерден жауып тастауымызға болады дегенбіз. Бірақ бұл сол күні былай қарай көтеріліп мына жаққа қарай жоғары кете салғандықтан енді ары қарай стоп лоссымызға жетпегендіктен стоп көрейік деп осы апта соңына да қалдырып, бүгін дүйсенбі күні әлі жалғасуда. Бүгінгі неде минуста тұр, қазір көрсетіп кететін боламын. Мына жерде мында ашылған сделкамыз қазір 600 доллар минуста тұр, но әлі стоп лоссқа жете қойған жоқ. Әлі де енді анализіміз бойынша ашқан не стоп лоссымызға жетпесе не істейміз, ары қарай ұстап көреміз до конца. Өйткені 1% рискімізді сақтап 1%-бен қойдық. Бұл ары қарай орындалса да жаңағы стоп кетсе де мен үшін ешқандай не емес. Өйткені рискім сақталған 1% болғандықтан стоппен кетсе стоппен, тек профитқа жетсе тек профитқа жететіндігін көреміз. Енді бұл сделка жайында толық қалай ашылғаны, не себепті ашылғаны, анализ қалай жасалғандығы өткен видеода толығымен айтылып кеткен. Көрмеген адамдар болса, сол өткен видеоға өтіп, сол жерден не үшін ашылғандығы, қандай подтверждениелер болғандығын, қандай стратегиялармен ашылғандығын сол жерден толық ақпарат алсаңыздар болады. Сол бүгін жаңа аптамыз басталып жатыр. Енді жаңа аптамызға әлі анализ жасап бастамадық. Нарыққа сағат қазір 12 Франкфурт сессиясы енді басталып жатыр. Бұйырса Франкфурт сессиясында қазір анализдер жасап көріп, қандай мүмкіндіктер бар аптаға. Бірақ енді жалпы өзімнің трейдинг ұстанымда негізі дүйсенбі күні аса қатты мен үшін сауда жасай қоятын күн болып саналмайды. Себебі дүйсенбі күні енді көп адамдар нарықта жаңағы демалыстан келіп жатады. Енді нарықтың жаңа апта басталып жатады. Сол басталып жатқан жаңа аптаға қарай жаңа экономикалық жаңалықтар, бағаның бағыт-бағдарын анықтайтын жаңа да әсерлер болуы мүмкін. Сол себепті жаңағы сол қозғалыстарды бақылау мақсатында не істейді, көбі трейдерлар нарыққа белсенді қатыспайды. Сол себепті жаңағы волюм деген нәрсе, яғни нарықтың белсенділігі несі аз болатындықтан дүйсенбі күні негізі барынша нарықты бақылап, ары қарай бағыты қалай болуы мүмкін деген нәрсемен жұмыс жасауға көбірек тырысамын. Ал сделка ашуға дүйсенбі күні аса қатты сделка аша бермеймін қысқаша. Сол себепті көреміз бүгін бақылап нарықта не болатынын. Алғашқы сделкамыз, бірінші сделкамыз мына жерде журналда көрсете кетейін. Басқа ешқандай бүгін азанда ешқандай сделкалар ашылмады, ештеңе. Журналдан бұрын мен нені көрсете салсам дұрыс болатын сияқты. История мынау өткен $4 білесіздер, өткен видеода айтылған. Просто бір тест жасап көру мақсатында, жаңағы тест жасап көру емес, жаңағы профкомпаниямызды алынғаннан кейін білесіздер, 2 апта болса не істейді, шотымыз күйіп кетеді. Сол себепті жаңағы мен кейін 2 апта бола қойған жоқ, 1 апта бойы сделка ашылмағаннан кейін бір сделканы ашып қояйын деп қысқаша ең аз лотпен бір рет ашып қайтып сәл пайда болғасын жауып тастай салған. Осылай тест болған сделка. Басқа әлі историяда ешқандай сделка ашылған жоқ. Яғни мына сделкамыз ашық тұрғандықтан әлі историяға қосыла қойған жоқ. Сол себепті осы алғашқы сделкамыз әлі жалғасуда. Бұны енді жалпы алғаш ашқан кезде де өткен видеода айтқанымыз жалпы свинг форматта ұсталып жатқан сделка. Сол себепті бұл бір күнде орындалып тастауы мүмкін емес. Ондай нелерді күтпейміз деп өткен ашылған видеосында түсіндірілген. Негізі осы әзірге қысқаша. Бұйырса осы апталарымызда лайф трейдіміз өтілетін болады. Алғашқы лайф трейдтің күні нақты осы аптаның қозғалысына қарай бүгін ертеңдерден белгілі болады. Нақты бір жақсы қозғалыс бере алатын мүмкіндіктер болып жатса не істейміз. Сол кездері айтып, жаңағындай нақты уақытын белгілеп, лайф трейдімізді бұйырса осы апта бастап өткізетін боламыз. Бірақ енді осы аптаның қозғалыстарына бір қысқаша тоқталатын болсақ, жалпы фундаменталдық жағынан сәл ыңғайсыз жағдайлар болып жатыр. Енді агрессивно құлап кетеді, агрессивно өседі. Бүгінгі алтынның бағасын қарасаңыздар, 5000-нан мына жерде 4000-ға дейін түсті. Қарасаңыздар, мына жерде 5000 болған 2 күннің ішінде $4000-ға $1000, яғни алтынның өз қалысымен енді 10.000 пипс не істеген, құлап берген. Мысалы 2 күнде қарасаңыздар, бүгінгі мысалға соңғы 1 сағаттың өзінде де не істеген, мына жерден бастап соңғы 2 сағаттың ішінде сағат 10-нан бастап 12-ге дейін не істеген, $4371-ден $171-ге дейін $200 қарасаңыздар, яғни $200 деген алтында 2000 пипс не істеген екен,
қозғалып берген қарасаңыздар. Енді бұндай агрессивна кезде негізі әрине ұстап алсаңыз жақсы қозғалыстар береді да, бірақ көбінде жаңағы стоп-лоссқа кетіп қалу шансы, стоп-лоссты ұзақ қою керек болады. А то жаңағы обычный кездегі стоп-лосспен қояйық десеңіз не істейді? 1 минут 1 сағаттың ішінде 1000-2000 пипс қозғалып жатқан баға сәл коррекция беремін десе, сіздің стоп-лоссыңызды да алып кете салу шансы өте жоғары. Былайша айтқан кезде жаңағы қозғалысының жоғарылығына қарай сіздің рискіңіз де жоғары болады деген сөз. Сол себепті барынша нарық бір тұрақтанып жаңағы сенімді қозғалыстар беріп бастайтын болса, мысалға мынау сияқты қозғалыстар беріп бастаған кезде, мынау сияқты қозғалыстардан мысалы сделка ұстауға болады да. Ал мына қозғалыстардан енді мына қозғалыстың бастауын әрине мына аралықтардан ұстап алуға болған, бірақ та мына қозғалысты ұстап алу қиын да. Мысалға сәл мына аралықтардан сделкаға кіріп, мысалға шорт аштым дегенде, мына жерге бір коррекция келіп кете салса, не болады? Стопыңызды алып кете салады да. Сол себепті жалпы осы аптаға байланысты енді анализдерді әлі толық жасалмады. Толық жасап, қандай мүмкіндіктер болады, тоже кіретін идеялар болатын болса, келесі видеоларымызда түсіріп айтатын боламыз. Так, ассалаумағалейкум. Тағы да қайырлы күн баршаңызға. Марттың бүгін 24-і челленджімізға, яғни бастағанымызға өткен жұма күні, бүгін дүйсенбі күні, вторник, үшінші күні болып жатыр. Бүгінгі жалпы қандай нелер болды, челленджге байланысты қысқаша тоже айтып кететін боламыз. Сделкаларымыз бойынша көріп тұрғандарыңыздай өткендегі USD JPY-ымыз әлі жалғасып ұсталуда. Жұма күнгі кеше өте жақсы қозғалыс болды. Кешегі видеода осы бір алдыңғы көрген нелеріңізде минус 700-терде тұрған, кешегі Трамптың жаңалығына байланысты бізде баға қайтадан біздің ашқан нүктемізге сәл төменге қарай, кеше мына жерге $500-600 плюсқа барып, бүгін қайтадан біз өйтік маңайымызда жүр, ашылған нүктеміздің айналасында. Негізі позициямыз әлі ұсталуда. Даже мына жерден былай көрсетіп кетсек болады. Мына жерде тұр 120, мына жерде қараңыздар, $170 плюста тұр, бірақ пайдасы 124. Неге? Өйткені мына жерде свап, яғни комиссия. Біз осымен сделкамызды 3 күн түнге қалдырдық, 2 күн түнге қалдырдық, яғни бір күнге $23-дан 2 күнге мына жерде $46 не істеді. Осылай позициямызды жаңағы комиссиясын алып, қазіргі тұрған пайдасына сразу не істеп жатыр, төменге алып жатыр. Енді бұл позицияны әлі де бұйырса ары қарай жалғастырып ұстаймыз. Себебі осы Трамптың айтқан жаңалығына байланысты енді фундаменталка жағы негізі төменге қарай жіберу шансы жоғарырақ болып тұр. Сол себепті төменге қарай ұстап көреміз. Әрине стоп кететін болса да 1% риск, 1% сақталды. Ешқандай орны толмай қалатындай бір қателік ештеңесі жоқ. Нәтижесін көруге тырысамыз, бірақ алдағы уақытта көреміз. Бір өзгеруі мүмкін, может нарықтарға қарай 1-2 орындап беріп жататын болса, осы жердегі, мына жердегі нелерден де 1 минут, мына жерге дейін 1-81, мына жерге қарай 1-2 беріп жататын болса, может жауып тастауымызды негізі мүмкін. Өйткені жаңағы Трамптың жаңалығы егер де төменге кететін болса, жақсы, ол келісе алмай қалатын болса, бұл бір мезетте жоғарыға кетіп қала салуы мүмкін. Сол себепті енді негізгі планым бұйырса осы жұма күнге дейін осы аптаға сделканы ұстап көру, ал осы аптаға дейін бұл қай жерге барады, негізі сол жермен. Ал келесі аптаға қалдыратын болсақ, жаңағыдай жаңалықтар келесі аптада кез келген жаққа шығып кетуі мүмкін. Сол себепті де бұйырса осы аптаны, осы сделканы осы аптаға ұстап жабатын боламыз. Қосымша басқа ешқандай сделка ашылған жоқ. Осы сделкамен ғана кеше ешқандай сделка болмады. Мына жерде историядан көрсетсек болады. Мынау алдыңғы жаңағы басында айтып кеткен алтыннан просто жаңа шот күйіп кетпес үшін ашылған сделка. Басқа ешқандай история, ештеңе таза қарасаңыздар. Яғни мына енді ашылып тұрған қазір JPY-ымыз ғана. Осы JPY-ымыздың нәтижесін көріп, негізі осы аптаға басқа енді бүгінгі күнге жаңа Discord каналмен отырып анализ жасап, қорытынды жасап, контекст жасап шықтық, бірақ та аса қатты бір ұнап тұрған былайынан қозғалыс ештеңе болған жоқ. Может кері қырықтан лонг қарастырып көруге, бірақ JPY-да сделкам бар болғандықтан, былайша айтқан кезде қосымша сделкада аса қатты ашқым келіп тұрған жоқ. Бірінші себебі, ал екінші себебі жаңағы Трамптың жаңалығына байланысты осы аптаны сәл қарап, соның нәтижесі қалай болады, солай өткізуге тырысып, бар сделкамызды соған күтіп өткізсек негізі дұрыс болатын сияқты. Қысқаша осылай, әзірге басқа ешқандай өзгеріс ештеңелер болған жоқ. Өткендей қосымша сделка ештеңелер де ашылған жоқ. Ашылып жататын болса, тоже сол кіру нүктелері болған кезде алдағы нелерде бөлісетін боламыз. Бүгінге қысқаша осы.
барынша ссылкамызды күте білген дұрыс. Енді бұл жерде бір қорытынды айта кететін нәрсе, мысалға мына жерде кеше мен сіздер қарасаңыздар, стоп лоссыма не істеді, сәл ғана қалды. Көп жерде осындай адамдардың, біздің жаңағы ортақ трейдерлардың көбі қателігі осы жерде шыдамай жауып тастаймыз, именно көбіміз. Лучше бұдан да ары қарай үлкен минусқа жібермейін деп ойлаймыз да, не істейміз, мына жерлер келгенде немесе мына аралықтардан жауып тастаймыз минуспен. Ол тұрады да бізге мынау сияқылды қозғалыс берген кезде не істейді, адамға ішіне өкініш деген нәрсе пайда болады. Ол пайда болған өкініш не істейді, ары қарай сіздің келесі сделкаларыңыздың сәтсіз болуына тікелей әсер ететін заттарды. Сол себепті жалпы сделка ашылғаннан кейін бір рет қана шешім шығару, қосымша сделка ашылып кеткеннен кейін жаңа қозғалып жатқан ситуациясына қарап екінші шешім шығару деген нәрсе өте дұрыс емес нәрсе болып табылады. Барынша аштыңыз, стоп лоссыңызды қойдыңыз. Жаңағы сол себепті де сделкаңызды ашпас бұрын нақтылап, қайталап қарап, тексеріп барып сделкаға кіргеніңіз дұрыс. Кейін жаңағы анамынасын өзгертетін ортасында шешім шығарып, қателесіп, өкініп отбасы үшін. Сол себепті де жаңағы айтылған стоп лоссыңызда орнында, тек профитіңіз орнында ашылғаннан кейін соның қай біреумен нәтижесі орындалғаны дұрыс. Ортасындағы кішігірім минус болып жатса жауып тастау, кішігірім плюс болып жатса жауып тастау деген нәрсе әрине алдағы уақытта сізді ұзаққа апармайтын заттар болады. Осы нәрсені енді бүгінгі неде осыны ескерсек болады. Қарасаңыздар, мына жерде өйткені жанды мысалы тұрда қарасаңыздар. Негізгі бүгінгіне осылай. Ары қарай ақпараттар болса тоже видеоның келесі бөлімдерінде бөлісіп отыратын боламыз. Ассалаумағалейкум. Тағы да қайырлы күн баршаңызға. Өткен аптамыздың жалпы челленджіміздің екінші аптасының қорытындысы бойынша енді бүгін сәл кешігіп жатыр. Бүгін үшінші аптамыздың басталуы, негізі марттың 30 күні, яғни понедельник күні түсіріп жатырмыз. Жұма күндері өзімде жеке жаңағы өмірімде көші-қон нелер болғандықтан бұл видеоларды түсіріп үлгермедім. Мынау өткен аптаның бір қысқаша қорытындыларын айтып кетейік. Жалпы өткен аптада енді JPY-дан ашылған сделкамыз, бұл бірінші неде айтылған. JPY-дан ашылған сделкамыз, мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай стоп-лосспен жабылды. Одан кейін де даже бір-екі стоп-лосстар болды. Енді осы апта аса қатты түсінікті қозғалыстар бола қойды деп айта алмаймын. Мен үшін именно өйткені мен енді көбінде фундаменталка жағын көбірек қарайтын адаммын, жалпы трейдермін. Сол себепті фундаменталка жағында менде екі ой тудырып, бірақ соған қарамастан әрине енді бұл менің өзімнің жасаған шешім болғандықтан қателігінің барлығы менде. Оны көбіміз айтамыз ғой, жаңағы нарықта қателік болды, нарық түсініксіз деп. Негізі нарық түсініксіз болса бұндай ситуацияда сделкаға кірмеу керекті, жаңағы шешімді шығару керек. Біз сол себептен ол қателік нарықтан деп емес, қателікті өзімізден болды деп айтуға болады. Сосын менде мына жерде алтыннан бүгін азанда осындай бір стоп минус сделка болды. Енді мына сделка менде сәл қарап көрсем, енді азанда ерте ашылғандықтан стоп лоссын сәл қателесіп қойып қойған екенмін. Стоп лоссыма тиді да ары қарай жоғары. Мен стоп лоссты сәл төменге мына минимумның астына қойған кезде не істеген, стоп лосс алмай баға уже жоғарыда плюспен. Өйткені мына жерде қарасаңыздар, смарт монейдің уровені болған екен. Менде индикаторымда енді может осы себепті ескерілмей қалған екен, но жасайтын нәрсе жоқ. Бұл жерден де $1 $1000 риск болды. Сосын гердан бізде өткенде бір сделкадан біраз үлкен минус болып кетті. Сол себепті енді ол жерде 1,5% рискпен мына жерде журналға жазылған 1,5% риск гер 40. Мынау емес, мынау мысал ретінде көрсетілген нелер екен. Мына жерде гер 40-тан бір сделка болды, 1,5%. Бұл неге 1,5% болды? Өйткені менде крем дегенше бұл агрессивно, мен именно кіру нүктемнен сәл басқа жерге қозғалып кеткендіктен, жаңа қысқа уақыттың ішінде мен бұған басылған жері сол жаңа ұзақ болып кеткендіктен стоп лосс қойған кезде автомат түрде 1,5% риск болып тұрды. Мен оны 1%-ға қоямын деп стоп лоссымды қозғаудың орнына мен не істедім, жаңағы 1,5% рискті көз жұмып алдым, бірақ ол былайынан менде стоп лосс кетіп қалды. Осылай 1,5% и журналда тағы қандай сделкалар. Мына жерде одан кейін алтыннан бір кішігірім сделка ашылды. Бұл өте енді 1% рискпен ашылды, бірақ без убыток кетті. Бұның ашылған себебі қазір көрсетіп кетеміз. Мына жерде болды. Негізі тек профитқа жеткен, бірақ менің без убытогымды алды да тек профитқа. Жалпы кішкентай таймфреймде мынандай астындағы ликвидтар жинап болғаннан кейін үстіге қарай имбаланстың VPR берді, ретест берді. Агрессивно кірісе, жаңа риски сетаппен кіргенбіз. Істеді, мына жерде келді да без убыток алып барып ары қарай тек профитқа жетіп берді негізі.
но сосын келесі бір сделка болды алтында менде. Ол просто тест ретінде менде кішкентай Франкфуртта өзі мына жерде жазылған, түсіндіріліп мында жақсы орындап берді. Паттерн тест мақсатында өте аз рискпен алынды. Аз риск болғандықтан эмоция ештеңе болмады. Өте аз риск деген қарасаңыздар мында 0.05 0.005 яғни 0.005 пен ашылды. Өте азғантай. Енді қандай тест болды десеңіздер, мынандай паттернді үстіңгі ликвидін алады да астына қарай жалпы үшбұрышты қарасаңыздар осының астына дейін барады деп мына жерге дейін тест жасағанбыз и жетіп берді бірге. Просто тест болғандықтан кішкентай нелермен істедік, осылай кіріп көрдік. Сосын бүгінгі сделка бар, енді оны азанда болғандықтан журналға жазып үлгермедім, но қазір мына жерге бұйырса журналға толтырып қоямын. Сонымен 5 сделкамыз болатын болады. Мына жерде қанша болып тұр? Сонда 1,5 минус, мына жерде 1 нелік минус бар. Мынауда даже стоп-лосспен кетті. Мына жерге алтынның даже былайынан не істеп қоя салайыншы, 1 минут. Несін есептеушінің қалған нелердің подтверждениелердің барлығын толық жазам. 1 минут 1% стоп-лосс болды, 1,5. Қазір бізде 3,5. И мына GPY-дің несі бар? GPY-дің біздегі комиссиясы мына қанша? Бір апта садық. Бір аптада GPY-ға 1,3 лотпен қанша комиссия алды? 170-180 доллар комиссия болады екен. Сол комиссиясымен почти қанша? 3,8-4-ке жақындай қазір депозитіміз минуста тұр. Но аса қатты бір істейтін нәрсе емес, әлі бізде мүмкіндігіміз бар, әлі 5%-ға дейін мүмкіндігіміз бар. Но бір ескертетін нәрсе енді осыдан бастап сәл жаңағы нелерін бізде жалпы менің өзімде бұрынғы профкомпаниялар өту барысында әрине бастапқыда жаңағы алғашқы нелерін 1%-пен ашасыз, содан кейін плюсқа шығып кетіп жатса жақсы. Ал минусқа түсіп кеткен жағдайда бірінші менде енді өзімде былай emergency situation деп айтады. Қалай айтсақ жаңағы енді бір шұғыл нелер деп айтама, минусқа кетіп қалған жағдайда менде содан шығуға өзімнің бір нелерім бар. Но алдағы уақытта соларды қолданатын боламыз. Не істейміз? 1%-бен емес, алдағы уақытта минустарымызды толтырғанға дейін 0,5%-бен сделкаларды алатын боламыз. Яғни стоп-лоссымызға 500 доллардан қойып, 500 доллармен бірге үш жасайтын болсақ, жаңа 1,5%, бір 2-3 сделкамен не істейміз? Осы минустарымызды толтырып ала алады екенбіз бірге үшінен. Сол себепті алдағы неден шыққанша осылай. Өйткені 1%-бен мен уже минусқа кетіп отқан кезде, одан ары қарай жаңағы стоп-лосс кетіп қалатын сделкалар 1,5% болатын болса, менде мүмкіндігім барынша азайып қалады деген сөз. Сол себепті минустан шығып алғанша жаңағы не істейміз? 0,5 деген немен орнын толтырып аламыз. Одан кейін барғаннан кейін қайтадан 1%-бен ары қарай жалғастырып жасай беретін боламыз. Әрине бұл сәл ұзақ уақыт алады, бірақ біздің жасап жатқан шотымыз өзі 100 мыңдық профкомпания, әрине 10 мыңдық 5 мыңдықтар болатын болса, бір рисктармен, үлкен рискпен көтеруге әрине болады. Ондай көтерген нелеріміз де көп болған негізі. Бірақ та 100 мыңдық болғандықтан әрине қанша уақытыңыз кетсе де бір асықпай отырып неңізді ұстанып өтіп алатын болсаңыз, не істейді? Татиды, яғни уақыт бөлуге, біраз уақыт арнауға уже татитын проф болғандықтан ары қарай 100 мыңдықты өтіп алып, енді бұның 1%-ын 2%-ын жасап қойып отырсаңыз да біраз үлкен сома болғандықтан асықпай осылай жасайтын боламыз. Сосын әрине араларында менде кішігірім жалпы бір тест жасап көрген кішігірім кейбір кездерден жаңағы скальп мақсатында жасап көрген кішігірім сделкалар болды. Әрине адам болғандықтан мысалға кейбір мына жердегі мына менде G40-тан алған сделка мысалға асығыс сделка болды. Мысалға менде де қаншалықты әрине опыт бар, қаншалық уақыт жасап жүрген болса да, барлығымыз бірдей адамбыз. Қателіктер менде жаңағы 100% қателік жасамай барлығын дұрыс немен жасайды деген ондай түсінік енді жоқ. Әрине менде де қателіктер болады, менде де кейбір кездер асығыстықтар болып жатады, кейбір кіріп кететін. Но бірақ көреміз уақытта бұларды қалай шешеміз, бұларды қалай жасаған қателіктеріміздің орнын қандай нелермен толтыра аламыз. Бұның барлығы сіздерге бұйырса жақсы пайдалы ақпараттар болады деп сенеміз. Әрине ары қарай может жалғасып ары қарай даже қателіктері де болып кетуі де әбден мүмкін, бірақ барынша жасамауға тырысып, барынша дұрыс нелермен. Екіншіден жалпы айттым жаңа осы апта шыны керек менде өткен апта именно Трамп пен Иран арасындағы келісімге байланысты технический анализм мен фундаменталды анализм екеуі екі бағытта көрсетіп қалып тұрғандықтан нарықта сәл осындай түсініспеушіліктер, даже кейбір технический анализммен өте жақсы бару керекті жерлерде де мысалға осы фундаменталды жағынан жаңағы кері әсерлері тиіп кеткен нелері де болды сделкаларымда. Енді әрине бұл да жаңағы мәңгілікке жалғаспайды. Бұл Трамп пен Иранның несі де шешіледі. Нарығымызда қайтадан қалпына келеді, бізге түсінікті қозғалыс бере алатындай. Сол кезге дейін не істеуіміз керек? Күте алып асықпай, бастысы осы депозитімізді бір аман сақтап қалатын болсақ, жалпы енді осы YouTube каналымызға жақында салынады. Жалпы нарықта
пайда таппас бұрын бірінші тірі қалуды үйрену керек дейді да. Яғни тірі қалу деген нәрсе вот бізге қазіргі осы келіп жатқан минустардан қалай риск менеджментімізді сақтап, жарайды пайдамызды тауып депозитімізді сразу өтіп кетпесек те, нарықтың осындай қиын кезеңдеріне, түсініксіз кезеңдерінде депозитімізді сақтап, мүмкіндігі болса, әрине бір болған минустарымыздың орнын толтырып қоя алатын болсақ, вот бізге дәл қазіргі моментте өте үлкен жетістік болады. Негізі сразу, яғни бұндай нарық түсініксіз кезде сразу депозитті өтіп тастау емес, мақсатымыз бірінші осы қиын ситуациядан аман қалу, тірі қалу, яғни депозитімізді сақтап қалу, ары қарай мүмкіндігі келген кезде өтуге мақсат қойып, сол кездері бұйырса өтетін боламыз. Ондай мүмкіндік міндетті түрде келетін болады, яғни жаңағы айтқанымдай нарық бірде минус, бірде плюс болады жалпы. Сол себепті қазір минус этаптарында барынша аз минуспен рискімізді басқара алып өзіміздің немізді ұстай алатын болсақ, плюс келген кезде бұлардың орнын толтыру вообще қиын емес деп ойлаймын негізі. Сол себепті так. Сосын келесі ескертетін нәрсе, енді бұйырса осы алдағы аптамыздан бастап жаймен лайф трейд деген нәрселерді бастаймыз. YouTube каналымызға ресми түрде алғашқы видеосы салынған. Мынау екінші аптаның видеосы болады. Өткен аптамыз, яғни уақыт қай кезден, бүгін 30 март дегенде 23-нен бастап жалпы осы болған аптамызға дейін не істедік? Бір апта бойы осындай нәрселер жасаған екенбіз. Жалпы видеолар осылай әр апта сайын негізі салынып тұрады. Осы аптамыздікі енді сәл кешігіп қалды, но алдағы апталарымыздан бастап бұйырса сол аптамыздың енді жұма күні соңғы жаңағы ашқан сделкамызды шығарған шешімдерімізді жинақтап барып барлық видеоларды бір видео қылып түсіреміз. Содан кейін ол видеоның монтажы жасалады анау-мынау дегенмен не істейді? Бұйырса әр жексенбі күні салынып тұруға пландаймын. Енді барынша тырысып сол күнге салуға пландайтын боламыз. Осылай негізі осы аптада болған сделкаларымыз, болған қателіктеріміз, болған минустарымыз осылар болды. Сосын бір екі сделканы кіре алмай өткізіп алдық. Но оларды да бір қысқаша енді өте жақсы варианттар болған, но өкінішке орай өткізіп алдық. Бірақ енді әрине ол өкінетіндей нәрсе емес. Былайынан так бізде біріншісі телеспесем, так сағат қай кездері еді? Мына кез емес, бір Азияның кезінде бізде болған. Мына кезде болған. Жоқ, мына кезде емес, так осы аптамыздың қозғалысымен. Мына жақта бүгін дүйсенбі басталып жатыр. Кешке Нью-Йорк кезі мына лонгты ұстауға болатын. Астыңғы вот осы жерден бірінен жіберіп алдық. Мына лонгты ұстап, ары қарай мына жақта хайдарға дейін, Азияның хайына дейін ұстап көруге болатын бір сделка болған. Но крем деп отырып, сәл мынаны қай жерден көруге болады дейді. Мынау алынғаннан кейін қарасақ, мына жерде бір сағаттық имбалансты VPR жасаған, яғни инверted IFV жасаған, и соған ретест келген. Вот осы жерден кіріп алуға бізге өте жақсы мүмкіндік болған былайынан. Мына жердегі Азия хайға дейін десек 2-8, даже 1-3 десек былайынан істеген екен. Осылай орындап беретін бір сделка болды. Осыны өткізіп алдық біріншісі. Екіншісі, мына жұма күнгі мына шорттық қозғалыс енді негізі өзімде жалпы білесіздер, мен енді SNR деген нәрсені мен қосымша қолданамын. Сол SNR подтверждениесі бойынша мына жерден жаңағы қарасаңыздар стыңмалин реакция алғаннан кейін астыңғы мына жерде қаншама уақыт жалғасып келе жатқан SNR-ді бұзады да ретест келеді. Вот осы ретест келген жерінен крем деп қоямын. Ретест келген жерінде как раз кішкентай таймфреймдерді қарап көрейік. Мына жерде 15 минуттық астыға VPR жасаған, ретест келген. И үстіне 15 минуттық ретесті келді, плюсына VPR-ымыздың да ретесті келіп кеткен. Осы жерден кіріп мына жаққа дейін ұстап көргенде мынаның өзі 1-4-ге жақын ерер болған. Но ары қарай көріп отырсыздар, қаншалықты шортқа кеткендігін. Но енді тоже жаңағы сол кездегі ситуацияға байланысты, сол кездегі подтверждениелерге байланысты отырып кіре алмадық, өкінішке орай. Осылай өткізіп алдық сделкаларды. Керісінше стоп болған сделкаларымызға кірдік. Енді әрине болып тұратын нәрсе ол трейдинг несінде барлығына 100% дұрыс болып 100% көрген сделкаларыңызға кіріп алады деген жоқ. Екінші бір ескеретін нәрсе вот осындай жалпы жіберіп алған сделкадан кейін кірген сделкалар көбінде менде стоп лосс кетіп жатады жалпы. Өйткені енді психологиялық жағы сияқты ғой, жаңағы біреуін жіберіп алдым, мен екіншісін ұстауым керек дегенде мен көбінде сделкаға кіріп кетіп жататын сияқтымыз. Бірақ мына сделка менде жаңағы алдыңғы стоп кеткен сделка мынадан бұрын болды, ал мына сделка одан кейін болған сделка. Жіберіп алған, может сол сделканың қорқынышы болған болуы мүмкін, жаңағы 1,5% риск үлкен алып қойғандықтан, 1,5% рискпен психологияңыз өзіңіз ауыр болатын не болғандықтан келесі сделкаңызға вот әсер етіп кеткен де себептері болуы мүмкін. Өйткені бір алдында үлкен минус кетті, психологияңыз миыңызға автомат түрде так мынау үлкен минус болды деген сигнал барып қалған кезде не істейді? Ол автомат түрде сіз қаншалықты сол кезде ойламасаңыз да миыңызда бір қорқыныш ретінде қалыптасқан нәрсе анализ жасаған кезде не істейді? Бәрібір де сізге белгілі бір дәрежеде әсер ететін болады. Вот сондай, сол себепті жалпы
түсінетін нәрсеміз, бұл видеодан қорытындылайтын нәрсеміз, риск деген нәрсені ешқашан үлкейтіп алмау деген нәрсе. Сосын егер мүмкіндіктерді бір-екі рет жіберіп алып жататын болсаңыз, вот FOMO деген нәрсе, сол мүмкіндікті жіберіп алдым, келесісін тоже жіберіп алмайын дегенде мен асығыс кіріп кетуге тоже себеп болатын болады. И осы себептер болатындықтан барынша FOMO деген нәрсеге жаңағы ерік бермей не істеуіміз керек, осы нәрсені басқара білуіміз керек. Егер сделкаларымызды жіберіп алып, бір жаңағы жақсы нелерімізді өткізіп алып жататын болсақ, бірақ бірінші осы нәрсені өткізбеуге тырысу керек. Менің ең үлкен қателігім болды, бұл өзімнің жақсы сетапым бойынша келіп тұрған сделкама неге екенін білмеймін, бірден нәрсенің әсерімен кіре алмадым. Соның әсерінен менде келесі сделкаларыма әсер етті деген сияқты. Жалпы анализ деген нәрсе не үшін бар бізге? Өзіңізге сенімді анализіңіз, қаншама уақыт жұмыс жасап тұрған анализіңіз келіп тұратын болса, оған кірмей қою ең үлкен қателік негізі. Анализіңіз бар ма, сетаптар шарттарын орындап тұр ма, не істейсіз? Міндетті оған кіруге міндеттісіз. Ал кіре алмай қалып, жаңағындай ол сіздің анализіңізді орындап берген жағдайда, жаңағы менен де көріп тұрсыздар, осындай үлкен минустары, қателіктері, ары қарай тигізетін кері зияндары көп болатын болады. Так, қысқаша осы аптадағы видеомыз осылар. Бұйырса алдағы аптада, енді алдағы аптамыз уже бүгін басталып жатыр. Жаңа айттым, бүгін дүйсенбі күні, марттың 30 күні түсіріп жатырмыз бұны. Бұйырса алдағы аптамызды көре жатамыз. Жаңалықтар жағы қалай болады екен, фундаменталды жағы қалай болады екен. Әрине, мүмкіндіктер шектеліп қалмайды. Нарықтың депозитіміз жасай алатын мүмкіндігіміз бар болған жағдайда, нарықтың әлі де беретін тек профиттары, әлі де беретін пайдалары, мүмкіндіктері айтқанымдай шектеусіз әлі көп. Бастысы рискімізді сақтап, сол мүмкіндіктерге не істейміз? Қадам-қадаммен сол ары қарай өткендегі болған сделкаларға, стоп-лосстарға қарап өтпей, алдағы уақытта беретін мүмкіндіктерін қарастырып, жаңа апта жаңа мүмкіндік беріліп жатыр. Қарастырып, бұйырса орнын толтыруға, ары қарай даже профкомпаниямызды өтуге әлі де тырысатын боламыз. Бұл видеомызды да осымен аяқтасақ болады. Алдағы аптадағы видеоларымыз тоже істейді. Алдағы апталарында толықтырып осындай әр апта сайын салынып отыратын болады. Видео ұнаған болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ары қарай осы сияқты пайдалы ақпараттарды, жалпы осы $100 000 болған қателік, жаңағы шығарған әр шешімдердің барлығын істейміз, осында бөлісетін боламыз. Лайк басуды ұмытпаңыздар, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, пайдалы болған болса. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.